Садақ ату өнері ғасырлар бойы адамзаттың әскери, аңшылық және мәдени салалары ретінде ерекше орын алған ұлы өнер түрі. Бұл дәстүрлі дағдылар қазіргі заманда да көптеген адамдардың назарын аударып, ұлттық мұра ретінде сақталып келеді. Бүгінгі бағдарламамызда садақ атудың техникасына, тарихына тоқталамыз. Сәлеметсіз бе Талғат аға, көңіл күйіңіз қалай? Сізге қояр сұрақтарым бар еді. Жақсы. Садақ ату балалар үшін физикалық денсаулығына қандай оң әсер береді? Садақ ату балаларға көп, денсаулыққа көп әсер етеді. Бұл жаңа көздеген кезде көз көруін, садақты тартқан кеуде сүйекке, қолға, бұлшық еттерге бәріне әсер етеді. Яғни түсінікті. Ал садақ ол қандай құралдардан жасалады? Садақ, міне мен қолымда садақ тұр. Бұл енді венгр садағы, Алибул деген. Ол ағаштан жасалған. Ағашты клейлеп, сыртынан бұрын біздің ата-бабаларымыз таутекенің мүйізінен жасайтын таутекенің мүйізін кесіп, осыған жабыстырып, одан жаңа малдың сіңірін клейлет ретінде малдың сіңірін пайдаланған. Қазір енді клейдің орнына, сіңірдің орнына бізде қазір дамыған заман клей барлығы бар. Мынау пластик, мынау кіші ағаш. Мынау өзі. Ал келесі сұрағымыз, садақ ату ол Қазақстан тарихына қандай әсер берді? Бұл енді садақ ату деген біздің ата-бабаларымыз кезінде сақ заманынан келе жатқан не ғой? Соғыс құралы деп айтуға болады. Біздің ата-бабаларымыз бәленбай жерді осы садақпен, найзаның ұшымен қорғақтаған. Енді қазір бізде Қазақстанда 2014-тен бастап осы садақ ату, ат үстінен садақ ату, соны дамытып жатыр Қазақстанда. Жақсы дамып жатыр. Былтыр енді биыл көшпенділер өтті, өздеріңіз білесіздер. Қандай дәрежеде, қандай деңгейде өтті. Одан біздің ат үстінен садақшыларымыз қандай нәтиже көрсетті, оны көрген шығарсыздар. Телевизорда. Ал садақ атқан іс сізге ұнай ма? Конечно, ұнайды. Ұнағаннан кейін жүрміз ғой садақ атып. Балаларға үйретіп жатырмыз садақ атып. Негізінде ол қиын ба сізге? Маған алдында үйренген кезде қиын болған, қазір енді қиын емес. Басында қиын болады, одан кейін оңайырақ болады, иә? Оңай, одан кейін өзің тартылып садақ атқың келіп үйреніп алған. Иә. Ал садақ атқан кезде қандай тәртіп ережелері болу керек? Садақ атқан кезде тәртіп ережелері рұқсатсыз жебені садаққа салмайды, рұқсатсыз атпайды. Бәрі атып болғаннан кейін барып, жаңағы жебелерін, нысанадан жебелерін жинайды. Жаңағы садақ атып атқан жақта адамдар жүрмейді. Сондай ережелері бар. Яғни ережелерді бұзбау керек. Ережелерді бұзбау керек. Ол өте қауіпсіздікті сақтау керек. Садақ ату тәуелсіздік алғаннан кейін қалай жаңғыртылды? Енді сол тәуелсіздік алғаннан кейін біздің садақ ату 2014 жылы бәрбір облыстан 2 адамнан алып, Монғолиядан бәрімізге садақты үйреткен сол адам болады. Қазір шүкір, тәуба, Қазақстан садақ атудан қазір дүниежүзі бойынша, ат үстінен садақ ату бойынша, дүниежүзі бойынша енді бүріштіктің арасында жүр біздің садақ ату спортшылар. Өте жақсы.
Садақ ату ол тек дене шынықтыру ғана емес, сабырлық, төзімділікке де пайдалы деп ойлайсыз ба? Конечно. Ол садақ ату тартып адам ойланады, қай жерге тигіземін деп ойланады, біріншіден. Иә. Екіншіден, мынау дем алу жүйелерін жақсартады. Екіншіден, қабілеттерді жақсартады. Ойлану мүшесін, ойлану қабілеттілігін арттырады. Иә, сосын көп несі бар, пайдасы. пайдасы бар. Бұл спорт түрі балаларды қалай тәрбиелейді? Садақ ату спорты балалардың жаңағы тәрбиесіне көп әсер етеді. Бұл спорт түрі жаңағы біз айтқандай рұқсатсыз ештеңе алмау, жаңағы жаттықтырушы айтқанша ештеңе істемеу. Бізде мынау Қайрат мектебі балалар бір 60 бала, 70 баладай келеді қатысып садақ атуға. Жаңағы бізде дәстүрлі садақ деп бөлінеді, сосын ат үстінде садақ ату деп бөлінеді. Дәстүрлі садаққа жерден атады, ол өзінің нелері бар, қашықтығы бар, 20 метр, 15 метрден бастайды, 10 жастағы балалар, 15 метр, 20, 25, 30 метрден атады. Бізде ол қыз балалар көп келеді, жаңа көріп отырсыздар. Қыздар да бар, ұлдар да бар. Солардың да арақашықтықтары бөлінеді. 10, 20, 25, 30 деп. Енді бұл жерде нысаналар да бөлінеді. Қалқа нысанасы деп бөлінеді, пута нысанасы деп бөлінеді, сосын жамбы нысанасы. Жамбы нысанасы мынандай алтын нысана болады, домалақ, 20-да 20, сол жіптелініп тұрады, желмен қозғалып тұрады. Соған тигізу, иә? Өте қызықты өнер түрі екен. Осы өнер түрі өте мен үшін қызықты екен. Өзім садақ атып көрмеппін. Енді садақ атып көрем деп ойлаймын тағы да. Садақ атып көрсеңіз, көріңіз. Иә, көрейін. Үйретейін. Сізге келсем маған үйретесіз ба? Үйретемін. Мені тартып екі түрі болады. Мынау бармақпен ату деген біздің ата-бабаларымыз аттың үстінде атқан. Өйткені аттың үстінде шауып келеді. Жүгіріп жатқандарға тиетін. Иә. Ал мынау үш саусақпен ату деген бар. Ол европейский деп атайды. Бұны көбінесе дәстүрлі садақта жерде тұрып атқандар атады. Өйткені бұл аттың үстінен келмейді. Ат шапқан кезде бұл секіріп кетеді. Иә, түсінікті екен. Бармақпен атқан, ол біздің ат үстінде ата-бабаларымыз шауып береді. Қалай қозғасады? Бір орында бір қалыпта тұрады. Сен өзің бірінші стойканы қою керек. Басыңды бұлай иықтың үстіне, басты иықтың үстіне қолыңды созасың. И вот, так, мынадан ұстау. Тұрады. Бармақты. Жоқ. Вот. Енді тартып, бетке шейін тартасың. Бетке шейін тарт. Садақ атуды үйрену үшін қандай маңызды қасиеттер керек? Садақ атуды үйрену үшін бірінші көздеу дұрыс болу керек, ойлану қабілеті дұрыс болу керек. Сосын күш болу керек. Жаңа көрдіңіз, қалай тартып атыз. Тартқанның бәріне күш керек. Бармақтың күші болу керек, қолдың күші болу керек. Қазіргі таңда сізде қанша шәкірттеріңіз бар? Менде 40 шәкірттей бар. Оның ішінде жаңағы биыл келген шәкірттер, жаңадан қосылып атқан шәкірттерім бар, бұрыннан келе жатқан шәкірттерім бар. Ішінде жаңағы
спорт шеберіне үміткер шәкірттерім бар. Мынау ат үстінен садақ атып чемпионат. Қазір бізде жарыстар көп, чемпионат Қазақстан, турнир, соның бәріне қатысып жүрген Оралхан Нұрасыл деген ағаң бар, қыздар бар, Омарова Зарина деген апайың бар, тоже садаққа қатысып жақсы өнер көрсетіп жүрген. Темірлан деген өзіммен жасты шәкіртім бар. Былтыр Астана қаласында өткен дәстүрлі садақтан екінші орын алып, спорт шеберіне үміткер несін алған. Сондай көп шәкірттерім бар. Қазіргі таңда балалардың садақ атуға қызығушылықтарының не себепті артты? Балалардың жаңағы садақ атуға, ат үстінде садақ атуға қызығушылықтары енді біріншіден ұлттық спортымызға жаңа айтып тұрмын ғой, 2014-тен бастап алдында балалар аса садақ дегенді жөндеп білмей, одан кейіннен үйрене бастады. Басқаннан кейін бірін-біріне не істеп, жаңағы көп балалар қызығушылық өте қатты танытып отыр. Жаңағы садаққа келіп, садақ атып бір рет көргеннен кейін адам деген жаңағы тартып тұрады да садақ. Сын талпынады. Талпынып тұрады. Құрметті оқырмандар, бүгін мен садақ атудың ережесіне, техникасына, тарихынан үйрендім, және де бұны қалай атудың ережесін сақтауды, және де бұны қалай ата-бабаларымыз ұстаған, бұны ат үстінде, жерде тұрып қалай атқанын, қай кезде жасалғанын, неден, қандай құралдардан жасалғанын білдім. Және де өзім атып көрдім. Құрметті оқырмандар, Қарағанды облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының YouTube каналына тіркеліңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.